неге маған айта береді, неге мен басында қорқыныш болды, әрине бұндай условия жоқ, бүйтіп қаласыз кім деген сияқты сәл 100% өзім білдім оны, сол жайлы айтқым келіп тұр. Бір жылға да жетпейді, мысалы кино санағынан шатасып қалдым да, қатты өкінемін сондай заттар айтқаныма. Мен баяғыда байқамайды екенмін, 6 ай уақытымды жұмсадым да, жоспарламаса да болу керек заттар деп ойлаймын. Оны мен алып тастай алмаймын енді, оған уақытым болып тұрған жоқ, не істей аламын мен. Қайырлы күн, көзқарақты көрермен, есімім Ақбота Жұмабай, бұл Халық банк парақшасының жеке алғашқы эфирі. Бүгінгі біздің қонағымыз жақында таяуда өзінің жеке концертін орталық стадионда өткізген жас талантты әнші, көптің көз айымына айналған, көп қыздардың жүрегін жаулаған әнші Садрадин. Қош келдің. Рахмет, бәріне сәлем, құрметті көрермендер. Жалпы, көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы. Керемет барлығы. Бүгін барынша шынайы жауап беруге, барынша қызығырақ, көрерменге толығырақ жауап беруге тырысамын. Қателеспесем, бұл менің 2-3 жылдан бері сұхбат беруім. Бүгін барынша ашылып, жаңалықтармен бөлісесің деген ойдамыз. Жалпы енді білуімше, қазіргі жасың 21-де енді. Жассың, жас әншісің, бірақ жас болсаң да көп деген тыңдарманның жүрегіне жететіндей әндеріңді ұсынып, көптің көз айымына айналдың, сүйікті әншісіне айналдың. Енді соңғы жаңалық бойынша осы таяуда жеке концертің өтті орталық стадионда. Енді осындай ауқымды концертті өткізу жалпы қайдан келген ой болды, қалай идея пайда болды, қалай жоспар басталды, сол жайлы толыққанды айтып өтсең. Стадионда үлкен концерт жасау менің бала мақсатым десем болады, бала арманым. Сол арманым орындалды осы күз айында. Концерт жасайым деп жоспарлаған уақыт ол осы жылдың 24 жылдың көктемінде болатын. Себебі мен студиямда жаңа ән жазу барысында ойыма келді, бірақ мен ол кезде бел буып шешім қабылдаған жоқпын. Себебі өйткені үлкен масштаб, ол үлкен қаражат, үлкен дайындық, үлкен адамдардың еңбегін талап етеді. Үлкен жауапкершілік болғандықтан басында қорқыныш болды әрине, мүмкін әлі ерте деген сияқты, бірақтан да алдыңғы жылы біз Алматы аренада 10 000 адамға концерт жасаған болатынбыз. Ол кезде мен бірақ осы стадиондағы концерттен қатты уайымдаған едіммін. Себебі ол менің өмірімдегі ең алғашқы концертім болды. Одан кейін мен Қазақстанның басқа қалаларында да концерт жасап, кішкене үйрене бастадым. Жеке концерт беру, ол басқа концерттерге шығып, ән айтып кеткеннен бөлек. Себебі оның бүкіл, мысалы, концертке келіп, бір адам концертке егерде қысылып, бірдеңе денсаулығымен бірдеңе болатын болса, барлығы ол ұйымдастырушылардың мойнында, олар сондықтан жауапкершіліктің барлығы бізде болғандықтан кішкене уайымда болды. Уайымдайсың енді, әр адам қалай болады екен, барлығы жақсы болса екен деп ойлайсың ғой, енді жаман нәрсе болған қаламайсың. Жалпы енді осы жоспарды құрған кезде үй іші хабардар болды ма? Ең алғаш кім білді бұл жоспардың жайлы? Әрине, ең алғаш рет менің бұл мақсатымды менің отбасым біледі. Себебі олар менің ең бірінші үйдегі ең алғашқы тыңдармандарым. Үйде отырып менің алғашқы әндерімді де еститіндер. Солар алғашқы барлық бастамамда қолдайтын сол үйдегі менің жақындарым. Ең бастысы анаңыз қандай ойда болды? Анам әрине қуанышты болды, анам ең бірінші қолдады. Ол кісі де мен ең қатты уайымдады, қобалжыды, жауапкершілікті сезінді. Себебі мен бірақ концертті осы енді оңай болған жоқ жасау, өйткені оны ұйымдастыр. Барлығы айттым ғой, жаңа айтып өткенде жауапкершілік болады. Концертке бір 2 ай уақыт қалғанда ма, 1,5 ай уақыт қалғанда ма, осы 15 қыркүйекке мен айтқам. Мүмкін осы знак шығар, мүмкін жасамай қоям, мүмкін қазір әлі ерте келесі жылдар жасаймын деп ойладым да. Сол кездерде сол отбасымның қолдауы болды қатты. Жасаймын деген соң жаса деп. Алдын ала жоспар құрдыңдар. 24 жылдың көктем айынан бастап сіздер жоспарлы түрде ұйымдастырушыларды жинап, қолға алып бастадыңдар, енді 24 жыл. 23 жылда Алматы аренада болды, 24 жылы стадионда болды. Стадионның дайындығын 24 жылдың көктемінен бастадық. Сол көктемінен бастап жоспарлы түрде іске кірістіңіздер. Енді осы барлық жоспар енді өзің қалағандай өтті ме? Иә, әрине. Мен қуаныштымын осындай концерт өткеніне.
біздің өзіміздің Алматымызда. Концертке 95% менің өзім жоспарлаған заттарымнан 100%-дан 95% менің ойымдағыдай өтті десем болады. 5% ол концерттің өту барысы емес, ол артындағы жұмыстар. Ішкі кухнясы. Иә, ішкі кухня ол менің, бірақ өзімнің егер концертке мен 100% өзім довольмын дейді. Өз-өзіме кәдімгі ризамын. Енді 30 мың тыңдарман барлығы жиналды. 2 аптада билеттер sold out болды. Енді концерттен кейінгі эмоцияң қандай болды, қандай сезімде болды? Мен сахнаның астында тұрдым ғой. Мен астында тұрғаннан кейін асты қараңғы, ол астында бұндай условия жоқ. Астына барып кірдім, интром болатты, сахнаға осылай қарап тұрдым. Мен дәл осылай ғой, міне осылай шыққан кезде сіз ойлаңызшы, просто мына жерде қазір осы адамдарды көрсеңіз, просто танымайтын бүйтіп қаласыз ғой, кім деген сияқты сәл 30 мың адам нақты көрдім, кәдімгідей телефондарымен осылай алдымнан күтіп алған кезде андай болдым. Түсініксіз бір болады, бір не қуанып тұрған жоқпын, не қуалжып тұрған жоқпын, екеуі араласып кетеді да, каша. Түсінбе деген сияқты. Иә, сондай болды. Каша болып кеттім, миымда шықтым, и сразу андай не істеп кеттім, қатты толқып кеттім да. И өлеңнің ортасында айтып келе жатырмын. Өзімен өзім андай бір адамда не болады ғой, бір өзінің басқа энергиясы бола ма адамның, мүмкін сондай энергия пайда болды. Өйткені мен концертке ауырып шықтым, кішкене. Иә, солай болып қатты бүйтіп жүргенмін ғой андай. Бірақ шыққан кезде андай басқаша болып кеттім. Адамды көрген себебі 30 мың адам просто телефонмен осылай. Ауырғаныңды ұмытып кеттің ғой. Иә, күтіп алған кезде қалай түсіндіре алсам болады, неге теңесем болады деген. Бір сөзбен айтқанда өзіңнің жақын жандарыңды, иә, өзіңнің аудиторияңды осылай қарсы алып алғанына өте қатты қуанышты болдым. Қуанышты болдым, иә, сол қуанышты болғанда сол шүкір деп, Аллаға шүкір деп қараған кезде андай, ал бір андай босаңсып қалады адам шүкір деген кезде, жеттім ау деген сияқты болып қалады, бір адамда сол күн келді ма бүгін деген сияқты ішімнен ой пайда болды да, и бірден көңілім андай толқып кетіп бастадым да, әннің ортасын ойлап тұрдым да, қазір бірден толқуға болмайды дедім. Қазір бастала сап, былай күнделікті жағдай сияқты қарайыншы дедім ғой. Өзімді сөйлеп тұрдым концертте, бәріне рахмет келгендеріңізге, өзімді, короче, ішімдегі өзіме сөйлесіп тұрмын. Садрадинмен өз-өзіме сөйлесіп тұрдым да, и өз-өзіме, короче, аузым сөйлеп тұр микрофонға, и ішімде ой келіп тұр ғой, короче, параллельно. Так, бұл елестетемін, қазір мен бұл осы концерт менікі деп, короче, андай осознавать етіп қалсам, қатты қобалжып кетем, толқып кетем, сондықтан бұл жай ғана қарапайым нәрсе сияқты қарайыншы дедім. Күнде осындай концерт беріп жүрген сияқты ойлайыншы дедім да. Сөйтіп ортасына уже бір 4 әннен кейін, 5 әннен кейін уже өз-өзіме келіп алдым, кәдімгі қарапайым күнделікті беріп жүрген сияқты уже. Жақсы, енді осы концерттен көп сөйлеп кеттім мен негізі. Жоқ, тоқтамай 5-10 минут сөйлеп кеттім. Жақсы. Осы енді концерттен кейін көрерменнен көп кері байланыс болды, байқаған шығарсың енді өзің парақшаңды ашып көрдің ба? Парақшамда көрдім концерттен кейін. Мүмкін ол қызық па, қызық емес пе, мен концертке дейін неге андай энергиям болмай, бүйтіп шаршап бүйтіп жүрдім десем, тамақ дұрыс пеген ба? Концерттен кейін барып тамақ ішіп отырдым да, барлығын оқып отырдым, қалай болыпты, видеоларымды қарап. Комментарийді оқыдыңыз, иә? Енді бізде пікірлерге шолу жасап, сіздің тұрақты тыңдармандарыңыздың қалдырған пікірмен де таныс болған едік. Яғни оқырманыңыз, мен 21 жасымда коммент жазып жүрсем, комментарий. Садыр 21 жасында 30 мың адам жинап концерт беріп жүр дейді. Кезінде Майкл Джексон осылай жинайтын шетелде дейді. Жас әншіні бұрынғы әншілермен салыстырудың қажеті жоқ. 21 жасында бұндай дәрежеге жету қуану керек бұл үшін, қолдау керек. Ол да қазақтың баласы ғой, кейін миллион жинайтындай болады, легенда болуға лайық дейді біздің Толқын есімді тыңдарманыңыз. Димаштан кейінгі орында Садрадин бірінші тұр дейді. Атмосфера бөлек болды ғой, Ақтөбеден Алматыға Садыр үшін бардым дейді. Көрермендерге осы сұхбатты көріп отқан, және де көрмеген, мені қолдаған, концертке келмесе де мені осы концерті жақсы өтсін деген тілегін білдірген, тілегін білдірмеген жандарға да бәріне үлкен көп алғысымды айтамын шын жүрегіммен. Мен концерттің үстінде де білдірген болатынмын, себебі ең бірінші Алланың қалауы бұл. Біреу 21-де, біреу 30-да, ең бірінші Алланың қалауы деп ойлаймын. Және де мені қолдаған жандарға шын жүрегіммен алғысымды білдіремін. Садрадин, енді сенің жеке өзіңе тоқталайықшы. Жалпы адамның өмірінде есінде бірінші қалатын ол балалық шағы.
Сенің балалық шағың қай жерде өтті, қалай өтті? Балалық шағым, мен Шымкент қаласында туғанмын. Балалық шағымның көп уақыты сол Шымкент қаласында өтті. Бірінші Алматы қаласында өтті, одан кейін Шымкент қаласында. Маған негізі, енді білмеймін басқаларға қалай, адам өзінің андай артқы уақытын сағынатын болып келеді екен адам. Өткен сағынатын болып келеді. Ол сол кезде бақыттырақ болған сияқты болып сезіледі. Маған білмеймін, қазіргі сәттегі бақытты бағалай алмаймыз ба? Бағалай алмаймыз деп ойлаймын мен. Бәрімізде бар. Мен соған арнап осы альбом жазып бастағам сол жерде. Бұл жаңа альбом сенің? Ол жарыққа шықты, бірақ соңғы әні енді шығады. Сол жерде мен балалық шақ жайлы айтқан өздерім ойым бар еді, әндерім бар. 2 әнге сол бақыт жайлы осы тақырыпты қозғадым. Жалпы енді балалық шағыңда кім болды армандадың? Жалпы осы өнер жолына келуіне кім бір себепкер болды? Балалық шағымды мен мектеп қабырғасынан бастап мен ән айтам деген шешімге келгенмін. Сол кішкентай кезімнен бастап, себебі менің отбасым өнерге жақын, өнерлі отбасы болды. Сол кезде мен елестететін, мен кейін осындай концерт берем. Сөйтіп мен адамдардың алдына шығам. Өзіме сондай ой келетін, мысалы 6 жасым, бірақ мен ол кезде ойлағам, ұзақ уақыт болып көрінетін маған оған жету. Бірақ уақыт деген өте тез өтіп кетті. Жалпы отбасыда неше адамсыңдар? Көп тыңдармандарың білуі мүмкін, кейбіреулері білмеуі де мүмкін деген сияқты. Білмейтін жандар болса, егер де осы сұхбатты көріп отқан, менің отбасымда анам, інім, қарындасым және мен. Жалпы енді ата-ананың қолдауы балаға қаншалықты қажет деп ойлайсың, қаншалықты маңызды? Сол жайлы айтқым келіп тұр. Мен негізі қандай шүкір Аллаға дедім да. Кейбір отбасылар бар ғой, баласының қалауын, мақсатын дейме, арманын түсінбейді, қарсы шығады деген сияқты. Бірақ қазір жоқ шығар ондай мүмкін. Бірақ менде сондай болмағанына шүкір деймін да. Елестетіп просто көрейін. Әнші боламын десең, үйіңдегілер оған қарсы болатын болса, біраз энергияңды алып тастайды ғой сенің қалауыңды ішіңдегі. Сол мен шүкіршілік айтамын Аллаға. Осындай анам бар, мені қолдайтын, осындай менің отбасым бар. Менің каждый бастамамда маған шабыт беріп отыратын, маған сенетін ең бірінші менің отбасым. Анаң жайлы толық айтып берші. Анаңа арналған әндеріңді барлығымыз естідік. Ол тыңдарманның, жалпы әрбір қазақстандықтың жүрегіне жол таба білді. Анаң жайлы толық айтып берші, жалпы ол кісі. Анам Шымкент қаласынан, анам өнер адамы, білмейтін жандар болса. Анам менің керемет адам. Анамды қатты жақсы көремін. Анам мен досым сияқты. Кез келген бағытта сөйлесе бере аламын. Кез келген адам жайлы, кез келген зат жайлы сөйлесіп кете бере аламын. Анам менің досым сияқты. Баяғыда түсінбейтін едім, ұрыс еститін кезімде анамның кез келген адамда болады деп ойлаймын. Ол неге маған айта береді, неге мен деген сияқты адамның ішіндегі заттар болады. Бірақ бір жылға да жетпейді, мысалы, сол ситуация алдымнан шығады да. Мен сол кезде ойлаймын, мамам дұрыс айтты деймін. Уже ондай ситуация бар ғой, мен баяғыда жазып бүйтіп бастағам ғой. Мына кезде так бүйтіп айтқаны, міне енді алдымнан шықты. Кейін шанағынан шатасып қалдым да. Білмеймін, мысалы, есебін. Каждый раз, мысалы, айтады, сол алдынан шығады, дұрыс болды ол. Кәдімгі 90%-ке дұрыс емес, 100% дұрыс болып шығады алдымнан. Анамның сондай даналығына мен Аллаға шүкір айтамын қазір. Шын жүрегіммен айта аламын, менің анам кәдімгі дана адам деп. Анама қатты ризамын, қатты рахметімді айтамын. Кейде ренжітемін, әлі күнге дейін ренжітіп аламын, мысалы. Енді адам болғаннан кейін адам білмейді, бірақ қатты өкінемін сондай заттар айтқаныма. Қатты өзіме жыным келеді да сондай заттарға, ішімнен ше. Кешірім сұрай алдың ғой одан кейін? Иә, кез келген болады ғой ата-анасынан. Бірдеңе естігенде қойшы дейсің, қойшы мам деген сияқты. Кейін түсінесің да сразу мен неге үйттім. Сол моментте анамның көңіл күйін түсірсем, бүкіл күнім уже сондай болып кетеді. Күнім онша емес болып кетеді. Сондықтан анама рахмет айтамын осы камераны қабылдап отырып. Қадрадиннің анасына дұғай сәлем жолдаймыз. Көреді ғой мама, каждый. Мен мысалы өзім ұмытып кеткен заттарды біледі менің мамам. Мына жерде біреумен суретке түссем, оны мамам көріп отырады. Ол сурет менің мамамда бар. Барлық суреттерді сақтайды менің мамам. Бүкіл менімен қандай байланысты адамдар бар, бәрін біледі. Мамамға біреу ат белгілейді, біреу жібереді, мысалы ше, адамдар. Кез келген жерде, қай жерде жүргеніммен шейін бәрін біледі. GPS қой. GPS. Сенің барлық қай жаққа бардың, келдің барлығын біліп отырады ғой. Жалпы енді көрерменге де тілеріміз, барлық аналар аман болсын. Әрине, аналар аман болыңыздар. Қолдау беріңіздер бізге. Отбасында енді айтып өткендей, бағана інің қарындасың бар дедің. Енді олар да көреді ғой сенің сұхбатыңды. Олар да көреді. Тыңдайды. Олар да көреді. Мен сыңарың сияқты. Иә, мен егізім сияқты болып кетті. Баяғыда кішкентай еді, қазір менен үлкен болып кетті. Мен баяғыда байқамайды екенмін. Сөйлеуіне дейін екеуміздікі бірдей, қылықтарымыз әшейін бірдей, істеген қимылдарымыз, отырысымыз бәрі бірдей ғой. Ініме де сәлем, ініме де рахмет айтамын. Ағаң ретінде үлгі алады, бір сөзбен айтқанда, иә. Үлгі алады. Барынша мен тек қана дұрыс заттарды көрсетуге тырысамын, себебі жауапкершілік менің мойнымда.
спрос менен болады ғой. Сенен бір кеңес сұрап келіп, аға мына жерде қалай істесем болады деген сияқты. Мен оған айттым, немен айналысқың келеді өмірінде? Не істегің келеді? Мен саған істеп берем қолымнан келгенше. Шетелде оқығым келеді, осындай тіл үйренгім келеді деген сияқты өзінің қалауларын айтты. Өзімнің ойымды айттым. Енді өйткенде осылай істеу керек. Бұған менің ойымша осындай заттар қажет деген сияқты. Сәттілік тілейміз шын жүректен. Енді қарындасың қарлығашым дейміз ғой. Қарындасың жайлы айтып берші. Біз үйіңде анаңнан кейінгі нәзік жанды, ол сенің қарындасың. Қарындасым Ерке, оның кез келген сөзі бізге қатты қымбат. Үйдегі бізге. Иә, ол айтқан зат бізге қатты қымбат. Қатты жақсы көремін қарындасымды. Ініме сияқты емес, басқаша қараймын да кішкене. Қарындасыма ән шығардым деп қалдың. Ол өлең жолдары есіңде жоқ па? Ол жоспарда бар ма сенде? Мүмкін шығады, иә, мүмкін шығады. 3-ші сыныпта, 4-ші сыныпта жазғанмын. Ол қазір есімде жоқ. Оны қарап, тауып, сол дәптерді айту керек. Қарындасым, рахмет саған да. Тоғай сәлем жолдаймыз. Енді сенің шығармашылығыңа ойсақ, енді толыққанды таныса алдық деп ойлаймыз сенің отбасыңмен. Жалпы енді сенің әндерің музыкалық чарттарда болсын, басқа да әлеуметтік желілерде болсын, трендте бірінші орында алады, көптеген миллиондаған қаралым жинайды. Тіпті TikTok парақшасын ашып қалсақ та, әннің бір нұсқасы кетсе, соның нұсқасымен звук түсіріп, толық нұсқасын күтетін тыңдармандарың да бар. Жалпы енді осындай қаралым жинап, миллиондаған тыңдармандардың келуі жалпы неден деп ойлайсың? Алланың қалауы, одан кейін анамның маған деген дұғасы. Мүмкін менің кішкентай ғана еңбегім бар, сол себептен кішкентай ғана осы карьерам деп айтсам болады. Әндерің көбінесе лирикаға бағытталған. Өзің негізі күнделікті өмірде өз әніңнен бөлек енді қандай әндерді тыңдайсың? Мен кез келген ән тыңдай бере аламын. Мен әнді кейбіреулер білмеймін. Мысалы, әнге біреу сізге өзіңізге сұрақ қойып жіберейін. Сізге ән тыңдаған кезде не ұнайды? Мен көбінесе әннің несіне мән бересіз? Не үшін сіз оны тыңдайсыз? Әуені ең бірінші. Иә, әуені, одан кейін әні мысалы есте сақталатын, иә, мен оған да мән беремін, бірақ мен бір уақыттарда болады, кәдімгі адам тыңдай алмайтын әндерді тыңдап жүремін. Адам тыңдай алмайтын ән деген қандай? Ол өте басқаша, себебі оның маған өңдеуі деп айтайын, иә, қазақша. Аранжировка деп айтамын, қалай көпшілікке түсінікті болу үшін. Достарым айтады, басқа өлең қойшы дейді, мысалы, машинада. Бірақ сол әнді тыңдап, солай жүремін. Өзімнің өлеңдерімді көп тыңдайды екенмін, байқадым кәдімгі. Өзім өлеңдерін қойып қоямын да, мысалы, өмірімде. Кейде ойланып қаламын, мен мынандай сөз айтқан ба не деп қоямын да, андай. Мен күшті айтыптым деп қоямын. Өзіңді бір мақтап қоясың ғой. Ішімнен күшті екен деп қоямын. Жақсы. Енді сенің әннің басым көпшілігі осы махаббатқа байланысты, да бір белгілі бір аруға байланысты. Кейбіреулер ойлайды солай. Махаббатқа байланысты болғаннан кейін енді бұл сұрақты қоймасам қате болатын шығар. Жалпы енді әндеріңнің белгілі бір адамға енді арнайсың ба әндеріңді? Әнімнің ішінде бар ондай әндер. Әртүрлі адамға арналған әндерім де бар. Бір адамға арнап жазған әндерім бар. Нақтырақ айтып кет. Әннің сөздерінде де өзі адамдарға қызық деп ойлаймын. Өздеріне кішкене қарап тыңдаған. Ондай әндерімді де тыңдаймын. Жалпы енді одан бөлек шабытты қайдан аласың? Әннің сөзін жазуға алдында осы өзім ойландым да. Егер мен просто келіп, мысалы, студияға, так, мен бүгін әнге сөз жазып тастаймын дейтін болсам, мен жаза алмайды екенмін. Мен солай 3 ай жүрген кездерім болды, одан да көп. Просто жазбай жүрдім. Білмеймін, жазамаймын просто. Сол бір күні студиямнан келдім үйіме қарай. Машинамды қойдым да, сол өлеңімді тағы да бір тыңдай салайыншы деп тыңдап жатқанмын, сөз жоқ еді. Сол жерде отырдым да, бір 7 минуттың ішінде, 10 минуттың ішінде бір әнге сөз жазып тастадым. Көңіл күйіңе байланысты өзі байқамаған жерден келеді. Мен сондай байқамаған кездерді, мысалы, жаңа сіз айттыңыз ғой, ана деген өлеңге мен 6 ай уақытымды жұмсадым да, мысалы. 6 ай уақыт деген, ол кәдімгі басқа әндермен параллельно емес, тек қана сол әнге 6 ай уақытым кетті да менің. Өйткені мен оның ішінде, мысалы, 2 айдан кейін тұрып бірдеңесін өзгерткім келді. Енді мен қазіргі сұрағым, мынау қыздарға жағады деп ойлаймын. Қыздар қазір экранның алдында былай жайғасып жақын отырады деп ойлаймын. Енді көп қыздың көкейінде жүрген сұрақ қой бұл. Енді бағана айтып өткенде енді лирикаға байланысты бір әнің бір қызға ма немесе бір аруға ма арнала ма деген сияқты. Жалпы енді сұрағым келгені. Иә, мен басқа нәрсе айтып кеттім, енді сұрағы бұл көкейінде жүрген. Қазір енді жүрегіңіз бос па? Жалпы бұдан бөлек ұнататын бір ойыңда жүрген ару бар ма екен? Қазір мен өтірік айтпаймын, осыған дейін уақытымда болған жоқ ол нәрсеге қарайтындай шынымен. Қазірде мен ондай аруым жоқ. Мүмкін алдағы уақытта мен көңіл бөліп соған фокус қоятын болсам,
табам. Фокусты алдағы уақытта қоясың, иә? Әлі белгісіз. Жоқ, қазір, мүмкін қазір қойып отырамын. Мүмкін мысалы, білмеймін ғой. кездесіп қалып бір ғашық болып қалдың. Ары қарай әрекетін жасайсың ба? Көреміз ғой енді. Бұйырғаны. Жалпы енді болашақта осы жеке өміріне қатысты осы отбасын құру, шаңырақ көтеру, жалпы әрине ондай болу керек. Ол жоспарламаса да болу керек заттар деп ойлаймын. Өйткені біз табиғаттың заңдылығы ғой енді ол. Оны мен алып тастай алмаймын енді. Ол болатын заттар, ол затқа көп көңіл бөліп жүрген жоқпын. Бір затқа көңіл бөлсем, сомен ғана айналысып кетемін да. Қазірге мен оған уақытым болып тұрған жоқ. Қазір боспын, мысалы, 10 күн концерттен кейін 10 күн мысалы бос жүрмін. Ештеңе істеген жоқпын, просто не істегім келді, соны істедім. Ол маған қатты ұнамайды, маған тек қана жұмыс керек. Қазіргі уақытта фокусың тек жұмыста ғана. Қазір жұмыста болып жүр, иә. Шығару, үздіксіз әйтеуір әндеріңді шығару. Жақсы. Мүмкін тауып қалам бұйырса. Мүмкін, қыздар. Иә, әрине оны Құдай қаласа болатынына сенем, елестетемін өзімде. Жалпы енді ойыңдағы болашақта кездестіргің келетін жарың сенің қандай болу керек? Сен өзің қалай елестетесің? Енді өзің де айтып жатсың ғой, елестетемін деген сияқты. Талаптарым жоқ, тамақ істеу керек деген сияқты, ондайым жоқ мен. Мынандай болу керек деген сияқты. Осындай бір ой болады ғой, мысалы. Өзіме ұнаса, болашақ жарым осындай болса. Өзіме ұнаса, маған адал, отбасымды сыйлап тұрса, мен сыйлап тұрса, мен оған барлық нәрсені істеуге дайынмын. Алдында ойладым да мен, отбасыма мысалы табыр адам қосылса деген сияқты. Автомат түрде ол үшін бәрін жасайсың ғой. Мен қазір семьяма қалай жағдай жасап жүрмін, оған да солай жағдай жасау керекпін. Ондай талаптарым жоқ, ешқандай қоятын, себебі біз ешкім идеальный емес қой бұл өмірде. Маған ұнаса болды өзіме. Отбасы деп жатырмыз ғой, жалпы енді сенің ұғымыңда қалай бақытты отбасы деген қандай мағына береді? Бақытты отбасы деген үйдегі адамдарыңмен ештеңені жасырмай сөйлесе алсаң, дендері сау болса, жақындарыңның дастарханыңда тамағың болса, тұратын баспанаң болса, ең главный сол. Қазір мен жаңа отбасым жайлы айтып оттым ғой, ойлана бастадым да. Бүгін үйіме барып, мысалы, отбасыма бір андай күшті көңіл күй сыйлағым келеді да, мысалы. Қуанта алсам соларды, мен үшін бақыт, солардың жүзін көру маңызды емес екен, басқа заттарды еңбектеніп жасауға болады, бірақ олардың көңілі, олардың саған деген махаббатын қайтару қиын ғой. Енді болашақта енді осы Алматыда 2 жеке концертің өтті. Басқа мемлекеттерде өз концертіңді өткізу деген сияқты жоспар бар ма негізі? Жоспарларым бар, бұйырса ол да болып қалар осы жақын арада. Бұл мүмкін интервьюға дейін айтып қалам. Бұл сұхбат шығам дегенше мүмкін одан кейін айтам. Бұйырса ондай жоспарларым бар. Әзірге қайғала оның барлығын енді айтатын боламыз. Алдағы уақытта өз парақшаңда бөлісесің, түсінгенім бойынша. Жақсы. Білуімше жақын арада осы бақыт деген ән көрерменге жол тартады. Енді бізде бір қолғабыс ретінде сұрағыс болсын. Осы бақыт әнінің бір қайырмасы болсын, айтып берсеңіз. Айтып бере аламын. Қай моментін айтсам болады екен. Қайырмасын айтып берейін, себебі қайырмасында түсінікті айтылған. Бақытымның гүлде қайда екен, соны іздеп үйден шығып кетем. Анда-мында күнде сандалғаным бос әурем екен. Бақыт деген өз үйімде екен, іздегенім дәл қасымда екен. Бағасын біл жаныңдағы жақын адамдардың. Ол әнімді жақында жарыққа шығарам. Жаңа сіз қойған сұрақтарыңыз бақыт жайлы. Осы әнімнің ішінде толыққанды осы 3,5 минуттың ішінде айтылды. Бағанан бері қозғап отырған ана тақырыбы, отбасы, бақытты отбасы жайлы қозғаған тақырыбымыз осы әннің ішіне бір қайырмасына сыйдыртып қойғандай. Бастапқы осы сұхбаттың басында біз айттық, жеке концерт туралы, осы орталық стадионда өткен концерт жайлы. Жалпы ол концерттердің билеті Кино KZ арқылы өткен екен. Жалпы неге Кино KZ таңдадыңыз? Кино KZ біз алдыңғы жылы бірге жұмыс жасаған болатынбыз. Бізге алдыңғы жылы ең алғаш рет жұмыс жасаған кезде бізге өзімізге өте ыңғайлы, қолайлы болды. Біз альтернатива іздеген жоқпыз. Бірден ол сұрақты біз Кино KZ-пен жасаймыз деп қабылдадық сразу. Ол вопросты бірден біз талқылаған жоқпыз. Әрине ол Кино KZ-ке де рахметімді айтамын. Мені қолдағанына, осындай концертті ұйымдастырғанымызға, бірге барлығымызға, сіздерге шын менің атымнан алғысымды білдіремін. Жақсы. Енді осы Кино KZ, осы Халық банктың эко жүйесі екенін жалпы білдіңіз бе, хабардар болдыңыз ба? Концертіміздің
бас серіктесі ол Халықбанк болатын. Ең бірінші өзімнің стипендиямды Халықбанкпен алғам. Сондықтан маған қатты ыстық Халықбанк. 16.500 теңге алғам. Ол 16.500 теңге менің өмірімдегі өте көп ақша болған мен үшін. Қазіргі 160 миллион сияқты қымбат шығар ол мен үшін. Өте керек ақша еді маған. Сол күтетінмін. Енді осы Халықбанк сіздің концертіңізге бас серіктес болды. Көптеген автографиялық сессияларға дейін ойындар ұйымдастырылды. Жалпы енді осы концертте көрсетілген серіктестікке толыққанды енді көңіліңіз толған шығар. Өзіңіздің бір пікіріңізбен бөліссеңіз осы тұста. Әрине, жаңа айтып өткендей мен осы концертке қатысты барлық 200-300 адам болады. Мүмкін бәрі осы 1000 адам шығар. Каждыйына рахмет шынымен. Оның ішінде үлкен осы көмегін берген бізге Халықбанкке, Кино.kz-ке рахмет. Халықбанкпен осы жылы алғашқы жұмысымыз болды. Осындай күшті дәрежеде өткеніне біз қуаныштымыз. Сіздердің көкейлеріңізде жүрген әрбір сұрақты қоя алдық деген үміттеміз. Және де осы Халықбанк пен Кино.kz-ке де үлкен алғысын да білдірді Садырадион. Сол үшін алдағы уақытта тағы да жақсы жаңалықтармен бізді қуантасын деген үміттеміз. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермен. Алдағы уақытта тағы да алғашқы эфирлердің жалғасын табады деген сенімдеміз. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Шақырсаңыздар тағы да келеміз.